Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай ерекше әдемі болып шығатын етті пирог жасаймыз. Каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Құрамындағы заттардың барлығы әр үйден табылады. Фаршымызға ұсақталып тұрған сарымсақ және кез келген аскөкті салсаңыз болады. Бұрыш дәміне қарай тұз салып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мен мына жерде қатпарлы қамыр қолдандым. Жай қамырда қолдануға болады. Дөңгелекті осылай жайып шығамыз. Біркелкі дөңгелек болу үшін шетін осылай дүзеп кесіп алдым. Енді ортасына кішірек табақ немесе крышканы қойып, шетін осылай кесіп шығамыз. Дайын салмамызды дәл видеодағыдай барлығын қойып шығамыз. Біраз көбірек қойсаңыз да болады. Одан кейін шетіндегі осындай шашақтарын бір-біріне айқастырып, барлығын түйіп шығамыз. Пирогымыз өте әдемі болып түйіліп шығады. Қонақ келгенде де жасасаңыз болады. Енді бір орташа картопты жұп-жұқа етіп тураймыз. Оның үстіне майонез және біраз тұз салып араластырамыз. Жаңағы пирогымыздың үстіне картопты дәл видеодағыдай орналастырамыз. Бір жұмыртқаның сарысымен барлық жерін жағып шығамыз. Әдемілік үшін үстіне күнжіт себемін. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минут пісіріп аламыз. Пісқаннан кейін кез келген сырды үккіштен өткізіп, осылай ортасына қойып шығамыз. Духовкада тағы да 1-2 минут ұстауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, түрі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.